ертеде орманда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оның қасынан өтіп бара жатқан тышқан көреді. Siz şeklinde үйде кім бар екен? Ешкім жауап бермейді. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. Мен тышқанмын. Бақа бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшіктің қасына ытқып қоян келеді. Мен тышқанмын. Мен бақалым. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүріпті. Алыстан бұл үйшікке түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезені қағады. Мен тышқанмын. Мен бақалым. Мен Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі сарақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: Мен тышқанмын. Мен бақалым. Мен қояным. Үйге кір. Қасқыр қысыла қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеу сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады, тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидектеліп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен: Мен деген тышқанмын. Мен бақалым. Мен қоямын. Мен құрбандай аюмын. Гел бірге тұрайық. Аю ары қарай бері тырбаңдай үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенмен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю: Осылайша достар өздеріне әп-әдемі жаңа үйшік тұрғызып алады.